Сәлеметсіздер ме, құрметті магистранттар, біз сіздермен магистратураға арналған сабақтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Естеріңізде болса, мен осы уақытқа дейін өз каналымда 2 видео жүктеген болатынмын. Енді дәл қазір магистратураға дайындықтың кезеңі, магистратураға тіркелудің кезеңі, магистратура тестілеуіне бір ай ғана уақыт қалғандықтан, мен сіздермен дайындықты одан әрі жалғастыруды жөн көріп отырмын. Сондықтан мен бүгін сабақтарды одан әрі жалғастырып кетемін. Егер де бүгінгі сабақтың бастапқы кіріспесін, алғашқы тақырыптарын түсінбей қалсаңыздар, мен видеоның жоғарғы бөлігінде қалдырып кетемін. Сол алғашқы сабақтарды сол сабақтардың үстінен басып көрулеріңізге болады. Және де құрметті магистранттар, мен естеріңізге сала кетейін, қандай мәліметті мен қосымша айтамын, және де қандай мәліметтерді сіздерге көрсетіп жазып қоямын. Сіздер соның барлығын түсініп, естіп, тыңдап, ұғынып, ең басты жазып отырыңыздар. Магистратурада сіздерге көмектесетін ең басты құрал ол тесттерді сатып алу, тесттерді жаттап алу емес, тек қана кітап. Білімнің, ғылымның барлығы кітапта. Кітапты жаттаңыздар, тесттерді емес. Жаттайсыз ба кітапты? Сондықтан мен қандай мәліметтерді көрсетіп отырмын, сіздерге айтып отырмын, соның барлығына ерекше зейін аударып, менің сабағымды жақсы қабылдай біліңіздер, және де осы біліммен, осы мәліметтермен одан әрі сіздерге магистратура тестінен жақсы балл иеленіп, еліміздің жоғарғы оқу орындарына түсіп кетулеріңізге, ең үздік университеттердің магистранттары атануларыңызға тілектеспін. Енді көп созбай біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Оразбаева және Рахметованың еңбектеріндегі бүгін тыңдалым бөліміне тоқталатын боламыз. Тыңдалым, яғни аудирование соңғы жылдары ғылым саласында, қазақ тілін оқыту әдістемесінде, қазақ тіл ғылымында, оқыту жүйесінде, оқу процесінде кеңінен орын алып жүрген маңызды салалардың бірі осы тыңдалым деп аталады. Тыңдалым деген терминнің негізгі мағынасы есту арқылы түсіну. Бұл термин айтылған немесе техникалық аппараттарға жазылған аудио мәтіндегі сөздерді, сөйлемдерді тыңдай білудің нәтижесінде қабылдау, түсіну деген мағынаны білдіреді. Бұл атаудың ең басты мәні адамдар арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асыратын тілдік тұлғаларды үйрену. Тыңдалым процесін тілдік қарым-қатынастағы сөзді қарапайым есту құбылысымен, қарапайым есту құбылысымен алмастырмау керек. Есту дегеніміз бұл дыбысты акустикалық жағынан қабылдау болса, ал тыңдалым тек есту ғана емес, сонымен бірге мағыналы, маңызды хабарды ұғып, түсініп, қажетке жарату бізде осы тыңдалым деп аталады. Осыған байланысты тыңдалымды жіті меңгеру үшін, тез ұғыну үшін, жақсы қабылдау үшін мынадай белгілерді, мынадай ерекшеліктерді үйрену керек, және де үйрету керек, қарастыру керек. Ол қандай? Бірінші, басқа дыбыстардан тілдік дыбыс толқынын, олардың ерекшеліктерін ажырата білу. Екінші, аудиолық тілдік тұлғалардың мағынасы мен мәнін дұрыс қабылдай білу. Үшінші, мәтіннен қажетті деректі тауып пайдалана білу. Төртінші, тыңдалымға қатысты негізгі көрсеткіштерді жан-жақты меңгеру. Міне, осы 4 ерекшелік, 4 белгі. Осы тыңдалымның ең негізгі мағыналы ерекшелігі деуімізге болады. Тыңдалымның мазмұндық ерекшелігіне қарай түрлерін атап өтейік, көрсетейік, және де осы мазмұндық ерекшелігіне тоқталып өтейік. Біріншіден, берілген тақырып оқушыға таныс материалдардан жинақталғаны жөн. Екінші, ойдың логикалық жүйесі сақталып отыруы керек. Үшінші, мәтінге қатысты орындалатын жұмыстар нақтылы анық болып берілуі керек. Төртінші, көмекші материалдар, көрнекіліктер кеңінен қолданылуы керек.
Бесінші, негізгі ой түйінделіп, оның төңірегіндегі қосымша, қосалқы ойлар соған қатысты жүйелі түрде баяндалуы керек. Бұл тыңдалымның мазмұндық ерекшелігі. Енді тыңдалымның осы тыңдалым нәтижелі болу үшін, анық болу үшін бұл тыңдалымның акустикалық ерекшеліктерді дұрыс меңгеруі ерекше рөл атқарады. Енді сол сияқты тыңдалым нәтижелі болу үшін акустикалық ерекшеліктерді дұрыс меңгеру керек. Ол қандай? Біріншіден, сөйлемнің фонетикалық норманы сақтап айтылуы өте маңызды. Екінші, сөз бен дауыстың ырғағы маңызды. Үшіншіден, екпін мен дауыс ырғағын дұрыс қою керек. Төртінші, сөйлем мен сөйлем арасындағы үзіліс маңызды. Яғни бұл сөйлем арасындағы үзіліс дегеніміз мынау интонация, кезергі арқылы сөйлеу, интонация арқылы сөйлеу, дауысты дұрыс қою, дұрыс жеткізу. Одан кейін бұл жердегі үзіліс деп тұрғанның тағы бір ерекшелігі мына тыныс белгілері, пунктуация, соның барлығына ерекше назар аудару керек. Міне, бұл тыңдалымның нәтижелі болу үшін негізгі көрсетілетін акустикалық ерекшеліктері, акустикалық ережелері. Осы 4 ережені ұмытпаңыздар. Сонымен қатар тыңдалымның әртүрлі жағдайларға қатысты ерекшелігі бар. Екі ерекшелігі. Ол қандай? Бірінші, айтылар ойдың ым-ишара немесе қимыл қозғалыс сияқты қосымша әрекеттермен толықтырылып отыруы. Екінші, мезгіл мен орынды дұрыс таңдап алу. Осы екі ерекшелік тыңдалымның әртүрлі жағдайларға қатысты ерекшелігі. Бұл әртүрлі жағдайларға деген сөзді қызылмен бояп қойсаңыздар болады. Енді тыңдалымға арналған мәтінмен жұмыс оқытушы мен оқушы арасында белгілі бір байланыста болу керек. Яғни белгілі бір жоспарлы іс-әрекет болу керек. Ол қандай? Бірінші, оқытушы жұмыс істеу ережелерімен таныстыру керек оқушыны. Екінші, тапсырмаларды жүйелі тәртіппен орындау. Яғни оқытушы тапсырма береді, жүйесін түсіндіреді, ережесін түсіндіреді, сол ереже жүйе арқылы оқушы сол тапсырмаларды орындайды. Үшінші, аудио хабарды тыңдап қабылдай білу. Яғни оқытушы бір мәтінді қосып қояды, одан кейін соны тыңдап естіп отырған оқушы сол аудио хабарды барша зейінімен тыңдап, оны қабылдай білу керек. Төртіншіден, түсінуді қамтамасыз ету және бақылау. Мынау аудио хабарды беріп отырған оқушы сол мәтінді, сол хабарды қабылдай алды ма, сол ести алды ма, тыңдай алды ма, өзіне бір әсер ала алды ма деген сияқты оқушы нәтиже көрсету үшін барлық жағдайларды жасап, барлық жағдайлармен қамтамасыз етіп және де бақылап отыру керек. Бұл тыңдалымға арналған мәтінмен жұмыстың оқытушы мен оқушы арасындағы 4 жоспары. Енді мәтінді жан-жақты меңгеру үшін берілетін тапсырмалар бірнеше түрге жіктеледі. Бірінші, мәтіннің мазмұнын түсінуге арналған тапсырмалар. Екінші, мәтіннен алынған ақпаратты творчестволық ізденістермен толықтыруға арналған тапсырмалар, яғни шығармашылық ізденістермен. Үшінші, мәтіндегі хабарларды адамдармен қарым-қатынаста сөйлесуде қолдана білуге арналған тапсырмалар. Тыңдалымға терең үйретудің әдістемелік 2 жолы бар. Ол бірінші, көзбен көрінетін көрініс немесе көрнекілік деп аталады. Ол дегеніміз сурет, схема, карта түрінде берілуі мүмкін. Екінші, тілдегі сөздер мен сөз тіркестерін түрліше оқыту. Міне осы 2 әдістемелік жолы бар. Енді үйренуші мен үйретушінің көзбе-көз немесе бірін-бірі көрмей қарым-қатынаста болу ыңғайына қарай тыңдалым 2 түрге бөлінеді. Бірінші, тіке тыңдалым, екінші, аралық тыңдалым. Тіке тыңдалымда тыңдаушы сөйлеушінің бет пішінін, еріндерінің қимыл қозғалысын, ишарасын, дене қимылдарын көріп, соған қарап ойды түсініп, мағынаны қабылдайды.
Ал аралық тыңдалымда тыңдаушының алдында диктордың өзі жоқ, тек дауысы ғана естіледі. Мұнда сөйлеушінің қызметін грамм-пластинкалар, диафильмдер, кассеталар атқарады. Бұл жағдайда көбінесе сөйлеушінің үніне, дауыс ырғағына қарап, бұл мәтінді түсінуге тура келеді. Сондықтан тыңдалымға үйрету техникалық құралдарды қолдануды талап етеді. Яғни бізге тыңдалымды үйрену үшін, ұғыну үшін, түсіну үшін көмектесетін ең негізгі құрал ол техникалық құралдар. Енді қараңыздар, тыңдалымға қатысты пайдаланылатын техникалық құралдар. Мыналар: диафильмдер, кино үзінділер, оқулық кинофильмдер, пластинкалар, таспа ленталар, фоножазбалар, бейне таспалар. Міне, ертең магистратура тестінде тыңдалымға қатысты пайдаланатын техникалық құралдар деп сіздерге келуі мүмкін. Бұл қазақ тілін оқыту әдістемесінде мамандыққа байланысты тестте бірнеше жауап болады. Мына сіздерге көрсеткен диафильмдер, кино үзінділер, оқулық кинофильмдер, бейне таспа дегендердің барлығы сіздерге бір вариант болып келуі мүмкін. Сондықтан осы техникалық құралдарды жаттап алыңыздар. Енді тыңдалымға қатысты көңіл аударатын мәселелер қандай? Бірінші, мәтінді түсінудің түрлерін меңгеру және қажет ойды қабылдау. Екінші, мазмұнына, құрылысына қарай мәтінді жіктеу. Үшінші, тақырыпты дұрыс белгілеу. Бесінші, мәтіннің көлемін ескеру. Ең соңғы бұл мәселе бақылау арқылы бағалау. Енді тыңдалым арқылы оқыту жүйесінен оқушы нені білу керек? Яғни тыңдалымға қатысты оқытушы тіл үйренушіге нені оқыту керек? Бірінші, оқушы грамматикалық құрылымдардың, тіркестердің, сөздердің формаларын есту арқылы ажырата білуі керек және түсінуі керек. Екінші, өткен материалдың барлық тіркестерін есте сақтау және ұғу керек. Одан кейін сөйлеушінің ойын нақты тез меңгертіп түсіну керек. Соңғысы, мәтінде белгісіз, түсініксіз сөздер кездессе де, оның жалпы мазмұны мен мағынасын ұғуға тырысу керек. Міне, оқытушының оқушыға немесе тіл үйренушіге негізгі оқыту керек мәселелері. Міне, сіздерге мен тыңдалым бөліміне қатысты барлық мәліметтерді бердім, сіздерге айттым деп ойлаймын. Пайдаларыңызға жарасын. Мен айтқан мәліметтерді, естіген мәліметтеріңіздің барлығын жазып, керектілерін жақсылап түсініп, ұғуға тырысыңыздар дегім келеді. Және де менің арнама міндетті түрде жазыла кетіңіздер. Әрі қарайда біз магистратураға байланысты сабақтарды одан әрі жалғастырамыз. Алда әлі талай мәліметтерді сіздермен талқылайтын боламыз. Тек қана қазақ тілін оқыту әдістемесінен емес, педагогикадан да сіздерге мәліметтерді айтатын боламын, сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін, менің каналымдағы жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін, құрметті магистранттар, құрметті магистрант, менің арнама міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Сіздерге өте пайдалы арна болатынына, сондай канал болатынына, жақсы пайдалы сабақтар бере алатыныма мен сенімдімін. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Құрметті студенттер, магистранттар, баршаңызға сәттілік. Біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.